Қайырлы күн қымбатты достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада тек қана күнделікті өмірде сізге қажетті пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Бүгін сіздерге декретте отырып жұмыссыз ретінде тіркеліп, мемлекеттен пособия алудың жолын көрсетемін. Видеоның әрбір сәтін соңына дейін тамашалаңыздар, себебі онда маңызды ақпараттар болады, мұқият болыңыздар. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде қарап жауап беруге тырысамын. Егер де сіз соңғы 2 жыл жұмыс жасап, немесе ИП арқылы әлеуметтік төлемдерді төлей отырып, декреттік демалысқа шығатын болсаңыз, онда мемлекет тарапынан балаңыз 1-5 жасқа толғанша, яғни 1,5 жасқа келгенше, жәрдемақы тағайындалады, яғни пособия тағайындалады. Кейін балаңыз 1,5 жасқа толған кезде бұл жәрдемақы тоқтатылады. Сол себепті қалған 5 айдың әлеуметтік аударымдарын есептей отырып, әлеуметтік төлем ретінде, яғни жәрдемақы ретінде тағы да 4-5 ай пособия алып отыруға болады. Ең маңызды нәрсе, егер де сіз ИП арқылы декретке шығатын болсаңыз, бұл пособияны алу үшін өтініш беретін кезде сіздің ИП-іңіз жабылған болуы керек, яғни атыңызда ИП болмау керек. Ал егер де қандай да бір мемлекеттік жұмыста немесе жалдамалы жұмыста, жекеменшік жұмыстарда жұмыс жасап жүріп декретке шыққан болсаңыз, және декреттік демалысыңыз аяқталғаннан кейін қайтадан жұмысқа шығатын болсаңыз, онда сіз бұл төлемдерді ала алмайсыз. Тек қана бұрынғы жұмысына декреттен шыққаннан кейін қайтып бармаймын деген адам, яғни жұмыстан шығып кеттіп, активный договоры болмаған адам ғана осы пособияларға өтініш бере алады. Жаңағы жағдайларды ескере отырып, баламыз 2 жасқа толғанша тағы да 4-5 айға мемлекет тарапынан жәрдемақы алып отыруға өтініш жібереміз. Ол үшін не істейміз? Электронная биржа труда явный Еңбек.кз сайтына кіреміз. Осы жерде войти деген кнопка бар, жоғарғы жағында. Соны басамыз. Және де тағы да жоғары өткен кезде регистрация деген жазу бар. Соны басамыз. Яғни біз бұл сайтқа тіркелу керекпіз. Мына жерде кто вы деп тұр. Соискатель деп жазамыз. Яғни біз жұмыссыз ретінде тіркелеміз. Мен қазір телефон номері арқылы Еңбек.кз сайтына тіркелемін. Яғни, мына жерге пароль құрастырдым. Создать аккаунт деп жазамын. Еңбек.кз сайтына кіргеннен кейін, үстіңгі жердегі адамның суретін басып, мой кабинет дегенді басамыз. Осы жерден государственные услуги дегенді басып, выплата по потере работы. Осыны басамыз. Сіз мына жерде бірінші соискатель болып тұрсыз. Қазір тіркелгеннен кейін лицо ищущее работу болады, содан кейін безработный болады. Және выплата по потере работы, яғни төленетін пособияның суммасы әркімде әрқалай болады. Себебі сіз жұмыс істеп жүрген кезде немесе ИП арқылы қандай төлемдер жасадыңыз, соған байланысты суммасы тағайындалады. Мына жерге согласен на сбор и обработку персональных данных выполнить проверку деп басамыз, және ЭЦП деп басамыз. ЭЦП-мызды таңдаймыз. ЭЦП-мен қол қойғаннан кейін кішкене күтеміз, және кішкене загрузкадан кейін осы жерде проверить очередь деген жазу шығады, соны басамыз. Енді подать заявку деп басамыз. Осылайша барлық деректерді толтырып шығасыздар. Резюме толтыруда қиындықтар туындап жатса, онда Еңбек.кз сайтына қалай тіркелу керектігі туралы толық видео менің каналымда бар. Осы видеоның астында ссылкасын қалдырамын, соны қарап шығыңыздар. Енді қайтадан мой кабинет деп кіреміз. Государственные услуги. Регистрация лир и безработного. Осы жерден зарегистрироваться как лир деп басамыз. ЭЦП. ЭЦП-мен қол қойылғаннан кейін сізде осындай окошко шығады. Яғни 3 жұмыс күні өткеннен кейін, календарлық күн емес, 3 жұмыс күні өткеннен кейін сізді мемлекет жұмыссыз ретінде тіркейді. Осыны принять деп басасыз. Сізге қосымша SMS пен уведомление келеді. Біз күткен 3 жұмыс күні өтті, яғни менің мысалымдағы декреттік ана жұмыссыздық бойынша енді өзіне пособия алып отыруына болады. Бұл заявканы жұмыссыздыққа бала 1-6 жасқа толғанда ғана жібереміз. Тағы да қайталап айтамын, жұмыссыз ретінде мемлекет
пенсионерлерді, студенттерді, артында ИПСі бар адамдарды және активный трудовой договорлары бар адамдарды тіркемейді. Выплата по потере работы дегенге басамыз. Сол жақта. Осы жерде подать заявку деген бар, оң жақ үстінде, соны басамыз. Осы жерде сұратылған деректерді толығымен толтырып, керекті жерлерге галочка қойып шығамыз. Яғни 20 номерлі біздің счетымыздың номерін осы жерге толтырамыз. Немесе сіздің телефоныңызға сіз жұмыссыз болып тіркелдіңіз деген хабарлама келгеннен кейін, бірден Каспи қосымшасына кіріп, сол жерден пособияға заявка берсеңіз болады. Ол жерде сізге өзі автоматты түрде счет ашылады және сол жерге ақшаңыз түседі. Еңбек қосымшасы арқылы жіберетін болсаңыз, осылай ЭЦП-мен қол қойылғаннан кейін сіздің заявлениеңіздің қаралымда тұрғаны туралы хабарлама келеді. Егер ешқандай қиындықтар туындамаса, 4 жұмыс күні ішінде сізге осындай назначенная сумма және срок выплаты деп өз уақыттарымен қанша ақша төленетіндігі туралы және де қанша айға төленетіндігі туралы хабарлама келеді. Бұл хабарлама Каспи қосымшасына жіберген болсаңыз, сізге телефоныңызға келеді. Ал егерде қандай да бір қиындықтар туындайтын болса және қосымша қажетті ақпараттар сұрататын болса, онда сіз 1414-ке звондайсыз және сізге қай уақыт ішінде, қай жерге қандай документ әкелу керектігі туралы сол жердегі мамандар түсіндіріп береді. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып және де басқа да пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, достар. Міндетті түрде баласы 1-6 жасқа толған таныстарыңызға, құрбыларыңызға осы ақпаратты жіберіп бөлісіп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.